жей алам, ура! Кезінде папама осындай машина алып беремін деген. Үш нәрсе міндетті түрде папа өтіп көру керек дейді. Сәлем баршаңызға, менің есімім Гүлфира. Бұл менің алғашқы блогым. Блогыма қош келдіңіз. Жылдың жазында Европаға әсел құрбым екеуміз барып қайтқан болатынбыз. Сол жақта да кішігірім естелікке, біріншіден әрине өзімізге, екіншіден өзімнің оқырмандарыма көрсетемін деп кішігірім видео түсіріп жүрген болатынмын. Блогқа немесе инстаграмға деп. Соның барлығын жинақтай келе мен алғашқы видеоларымды сол саяхатқа арнағым келіп отыр. Енді біздің алғашқы блог Рим және Ватиканға арналған. Өзім қызылордалық қызбын. Қызылордада тұрғанда көп еститін сөзіміз ой, Қызылордада тал жоқ дейді. Мен сол кезде ашуланатын, неге Қызылордада тал жоқ деп айтады. Тұрған жоқ па, өзім 1-2-4 талын көрсететінмін, түсінбейтінмін да. Содан өсе келе Қазақстан жан-жақ қалаларына шыға келе түсіндім. Түркістан, Шымкент жақтарда ирелендеп кеткен жап-жасыл жолдарда. Сол кезде барып миыма жетті, неге тал жоқ деп айтатындығы. Ең бір маған Италияда, яғни Римде болған кезде ең бір қатты ұнағаны, ол бір жерде шоғырланған неше түрлі сорттағы биік ұзын ағаштар болды. Ең бірінші менің көңілімде, миымда, жүрегімде сақталып қалған осы оның ағаштары, яғни талдары болды. Біз Италия, яғни Европа қалаларының ішінен Рим қаласына бірінші келдік. Түнгі таңғы сағат 4:30 кезінде түсіп 6:30-дарда ұйықтадық. Солай түске таман 10-дардың кезінде 3-4 сағат ұйықтап алып, арғарай күндізгі Римді тамашалауға шыққан болатынбыз. Мен де сіздерге бұл блог ұнайды деген үміттемін. Ұнаса әрине жазылып қойыңыздар, және де қолдап лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз келдік. Адам деген реально көп. Дәл қазір колесоның қасына бара жатырмыз. Сіздерге де блогқа да түсіріп қояйын. Адам нереально көп. Ажана говорит. Короче, бірдеңе деген. Что прям? Погода сильная. Конечно, ыстық. Но, Алина, мы Европаға барсаңыздар, міндетті түрде осындай нихау деген сөзге дайын болыңыздар. Себебі бізді барлық қытайлармен шатыстырды. Бұл біздің уже нешінші нихау екеніміз есімде жоқ, естіп жатқан. Жоқ, қытайлық емес біз дегенімізде Корея, Япония деп табуға тырысты. Бірақ өкінішке орай Қазақстанды көбісі білмейді екен.
Раз сургицдэг фото, мото, видео, короче. Як что? На отрыве. Керемет вообще супер. Ну, ыстығы стоит. Да? Солай, короче. Просто асықпай, келіп, фотоға түсіп, менше сөйтетін солай екен. Короче, былай істеп отырмын. Бүйтіп, инстаграмға түсіріп келемін да. Сосын блогым есіме түскен кезде сразу камерам айналдыра салғам ше. Сөйтіп сүйер. Аселау екеуміз. Cappuccino, yes. Cappuccino ice with ice. No. Cappuccino cold, but not hot. Okay. Sparkling water. İtalyanın pastası, pizzasından şimdi var. Pasta, короче, без мяса. Давай, вари, бір тура уже. Тура алмайды өте, салатик. Говоря, Сделаем, ура! бірінші ретте қойсайшы. А то давай паста сделаем, реально. Круто? Мына соғының өзі күшті ғой. Басқаша үшін. Все, мен Италияда қаламын. Круто. Реально вкусно. Тағы бір айта кететін жағдай, көпшілік жерде біздегідей бірнеше столды қоса салып өз еркімен 10 шақты адам бірге отыру деген жоқ. Яғни 10 шақты адамсыз ба 5-5-тік екі түрлі жердегі екі столға отыруыңыз керек. Мына жерде біз өзіміздің контентімізді түсіріп жатырмыз. Ең қызығы, бұны әлі монтажламадық. Біз дәл қазір сағат 4-те Рим қаласының атақты пантеон деген керемет архитектурасына, ежелгі ғимаратына келдік. Керемет. Вот, көргенде көрмегенде арманда. Мына цвет өзі сондай, е? Ескі неғо қайыл неге екен есімде жоқ бірақ. Бәрі үшін өтіп кетіп. Жалпы барлық жерде бізде көргеніміз осындай очередь болды. Сондықтан да көп жерге кірмедік. Пантеон сөзі латын тілінен құдайларға арналған орын дегенді білдіреді екен. Елге белгілі ағартушы, қайраткер, әншілер, сондай танымал жандар жерленген жер. Io ho appena finito la...
Патшаның іші толған әр түрлі тиындар. Неге? Себебі киносюжетке сүйенсек, оң қолға монета, яғни тиынды ұстау арқылы сол иықпен осылай 3 монета лақтыруыңыз керек. Оның біріншісі 1 жылдың ішінде Римға қайта келуге. Екіншісі жаңа махаббатыңызды кездестіруге. Үшіншісі сол махаббатыңызбен бас қосып отау құруға екен. Италияға келген кезде 3 нәрсе міндетті түрде попробовать етіп көру керек дейді. Пицца, паста, gelato, мороженое. Сол бүгін бағана обедтің уақытында паста мен нені көрдік. Пиццасын өте күшті, прям gelato да вообще күшті. Әдемі екен, реально. Күшті. Супер, Рим ұнаватыр қаламыз о десе. Кезінде папама осындай машина алып беремін деген. Короче, бұяқтың машиналары осындай типа. Ну, типа көбінесе осындай тұратындар. А так, мынандай машиналар, қара, ақ. И таксиге мынандай машиналар керек көбіне. 7 ма, 8 біздің Римде тоқтаған үй осындай. Солай таңертең шыққаннан кешкі 6:30-ға дейін Римді араладық. Біз бұл саяхатымызда кешкі Европаны көруге онша шықпадық. Көбінесе демалып, кешке жақын күн ыстықтан кейін өз-өзімізге келіп, монтажымызды жасап, талқылағанды жөн көрдік. Ертесіне таңғы 10-да Рим қаласының жанында орналасқан ең шағын мемлекетке таксимен жол жүрдік. Сәл артқа жүрсек, бұл таңғы 9-8:30 кезі және бүгінгі лук. Senti, ma che fai? Ripasta col viva voce? Riparti? Біз Ватикан еліне, яғни Рим қаласындағы шағын ғана мемлекетке келдік. Қандай ощущение? Әзір көрген жоқпыз құндылықтарын. Енді қазір көреміз сосын барып. Бірақ кеше ауа райына келетін болсақ, кеше ғана әдемі жел болып. Таңертең шыққан соң жақсы болды. Yeah. But all of you speak Russian. Good morning. You told me that you are taken from the Vatican? We don't need it. Just went for 1 hour. 1 hour? Yeah. Ватиканға келдік. Ол бізде Римнің қасында орналасқан. Ой. Солай, короче, біз, короче, осы музейге Ватиканда кіргіміз келген, бірақ очередті көрсетейін ба? Ватиканның бәрі, короче, очеред. Ар жаққа дейін жалғасады. Ана аяғына дейін ар жақтың бәрі очередь общем бары. Вот, солай. Сондықтан да кірмейтін болып шештік. Мен енді бұл жақтың тарихын онша білмеймін, реально.
бірақ жалпы Римде, Ватиканда андай детальдар бар ғой, архитектурный, соларға өте қатты береді. Любой зданиенің какой-то бір бұрышына дейін ше андай ойластырылып, күшті өрнектеліп сөйтіп салған да. Например, мына жақтарда мына негізі мен алсам тұр. Мына жақта бір анжелдер, нелермен салған. Бірдеңені бейнелеп ше. Балмұздағымызды алып, шағын дүкендерді аралап, ары қарай Парижға жол жүретіндіктен үйімізге қайттық. Біз аэропорттан тамақтанамыз. Реально завтрактым ішкен жоқпыз, бізде сағат уже 4 болып қалды. Мынау бізде кофе примерно 4 евро. Мынаусы 4 евро, 490-нан есептей беріңіздер. Именно бір пицца 6 евро. Осы 6 евро тұрады маргарита. Сонда 12, 8, 20 еврода шықты. 21 евро. И мына су бар. Мен 21 евро шықты. Осы тұрғаны. Осымен блогымыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Және де қандай да бір видеоның қайтысы ұнады, немесе өз ойларыңыз, немесе қандай да бір идея, тақырып, қандай да бір видео түсіруге ұсынатын болсаңыздар, міндетті түрде сіздерді төменде пікір қалдырады деп сенемін. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Келесі блог Парижда жүздескенше. Бүгін 14 февраль. Башняны жағы да жабық, Лувр да жабық. В общем, не повезло, честно говоря. Осы сәтті көрдім түсінде қатты болып отырмын. Сағат 8. Біз вообще ұйықтаған жоқпыз. Кеше. Мен подруганың бәрі сол бітескен комментары. Солар үшін мен түсіріп алайын деп ем. Короче, сендерге one love.